HTML-ді сәндеу және басқару үшін қолданылатын екі маңызды тегіміз бар. Бұл бізде div және span тегі. Div дегеніміз не? Div тегі бұл басқа элементтерді топтастыру үшін қолданылатын блоктық контейнер. Бұл HTML-ді ең көп қолданылатын блок элементі және әдетте бетте әртүрлі бөлімдер немесе блоктар жасау үшін қолданылады. Ал span жайлы айтатын болсақ, бұл басқа элементтердің ішіндегі мәтін бөліктеріне стильдер немесе қосымша атрибуттар қолдануға мүмкіндік беретін кіші контейнер. Бұл абзацтар немесе тақырыптар ішіндегі жеке сөздерді немесе таңбаларды сәндеу қажет болғанда пайдаланады. Негізінде div пен span тегі CSS-сіз мүлдем жарамсыз. Бүгінгі сабақта мен тек сіздерге div пен spanның былайша қалай жұмыс істейтінін тек жайлы айтып кетем. Келесі сабақтарда біз уже CSS-ке көше бастаймыз. Body тегіне біз div тегін жазайық. H1. Div тегі жалпы бұның дым пайдасы жоқ, егер өзі тұратын болса. Ол CSS пен ғана ұйқасады негізі. Div жалпы әдемілік үшін керек. Сайтты безендіру үшін, мысал ретінде сіздерге көрсетсем, бірінші div-ті көрсетсем деймін. Бағана айтқандай div былайша өзі жазылғасын, дым ешқандай өзгермейді. Div болып тұра береді. Өткен біз ол жақта CSS қолданып жатқан жоқпыз ешқандай. Мысалы H1, иә. Hello world. Так. H2 hello world. Былайша енді қазір сайтқа кірсек, бұл жерде біз ешқандай айырмашылық көрмейміз, бағана айтқандай. Мына жерге style тегін жазамыз. Style тегі бұл стиль. Біз сонда қазір осы сайттың ішіне өзіміздің стилімізді енгіземіз. Бұның атын біз highlight background color yellow дейміз. Тағы font weight біз bold дейміз. Мен осының бәрін келесі сабақта түсіндіре бастаймын, өйткені бұл CSS, бұл style сайттың ішіне кірістірілген. Бұл ешқандай линк арқылы қосылмаған. Бұны да келесі сабақтарда уже түсіне бастаймыз. Мысалға біз div жаздық. Divтің ішіне біз p тегін кіргізейік. Бұл жерге біз сосын бүйтіп жазайық. Hello Қазақстан. Hello Қазақстан деп жазғаннан кейін біз p тегінің ішіне тағы span тегін қосамыз. Және екінші span тегіне біз класс дейміз. Сосын осы жазылған атауымызды осы класстың ішіне қоямыз. Және осы spanның ішіне любой жазу жазамыз енді. Hello Қазақстан дегенде. Hello Қазақстан, мысалға леп белгісін қойайық, мысал ретінде. Біз p тегіне ішіне spanды орнаттық. Сонда p тегі өзі бөлек, қара түсті болуы мүмкін қазір. Және мынау леп белгісі сары түсті болады. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде біз осы p тегін былайша айтқан кезде өзімізге ыңғайлап алдық. Бұл үшін біз span тегін қолданып CSS жаздық. Мысалға біз мына жерге Hello Қазақстанды алып, былайша p тегін өшіріп тастасақ та болады. Бұл кезде Қазақстан деген Hello Қазақстан деген дәл осындай болып тұрады. Бүгін біз div пен span тегтер туралы өттік. Енді келесі сабақтарда біз CSS-ті оқуға кірісеміз.